Ассалаумағалейкум. Бүгін 10-шы модульдің аралық тестілеу 20 сұрақтан тұратын тестілеу сұрақтары. Бірінші сұрақ: ауыл шаруашылық жануарларына арналған жемнің қандай түрлері қатты жемге жатады депсе, шөп, сабан, пішендеме. Етті малмен айналысуға шешім қабылдаған фермер шешуі керек негізгі міндеттерге не жатпайды? Не жатпайды десе, сауын сиырларды өсіру жатпайды. Сауын сиырлар ол етті бағыттағы мал емес. Көктемде алма ағаштарын қоректендіру бірінші кезекте қандай тыңайтқыштармен жүзеге асырылады? Азотты тыңайтқыштармен. Қандай бау-бақшаның түрінде піскен алманы келесі жылы ақ жинап алуға болады? Қарқынды бау-бақша. Ірі қара мал қай тұқымы сүт бағытындағы тұқымдарға жатады? Голштино фризия. Ақбас сиыр, Абердин ангус, Герефорд бұлар етті бағыттағы. Ең аз салыммен қандай бизнес түрлерін бастауға болады? Өз учаскесінде қонақ үй ашу ең аз салыммен ашылатын бизнес. Нормативтерге сәйкес бір ірі қара малын басына қанша жер керек? 3 гектар. Норматив бойынша бір сиырға 3 гектар керек. Елдің солтүстік аймақтарында көктемгі дала жұмыстары қашан басталады? Мамырдың басынан ортасына дейін. Солтүстік аймақтарда кем дегенде 3 килограмм жем, бірнеше жақтау және аралардың шамамен 1,5 килограмм болатын шағын, бірақ толыққанды отбасы жиынтығы қалай аталады? Ара пакеті. Картопты қандай температурада және ылғалдылықта сақтау керек? Плюс 3 градус Цельсий температурасында, ылғал деңгейі 85%. Қандай компания лизингке ауыл шаруашылық техникасын ұсынады? Қазагроқаржы, Қазагрофинанс. Төменде көрсетілген ірі қара мал тұқымдарының қайсысы тірі салмақтың максималды салмағын және сойылған ет өнімділігін максималды процентін береді? Абердин ангус сиыры. Жылы жайларда отырғызу маусымын қандай ерте дақылдардан бастау ұсынылады? Шалғам және аскөктен. Бұл дегеніміз төмендегілердің қайсысы тауықтардың жұмыртқа басатын тұқымдарына жатады? Хайсекс White. Осы жұмыртқаны басатын тауықтар. Тауықтарды ұстау үшін құстар қорасында қандай температура болуы керек? 5 Цельсий мен 20 Цельсий арасында. Картопты бір жерге қанша маусым қатарынан отырғызу ұсынылмайды? 3 маусымнан астам ұсынылмайды. Ірі қара мал қай тұқымы ет бағытындағы тұқымдарға жатады? Абердин ангус тұқымы ет бағытында. Қалғандары симментал етті сүтті бағыт. Даланың қызыр сиыры ол енді жабайы сиырлар. Голштино фриз сүтті бағыттағы. Тауықтардың қандай тұқымдары кездеспейді? Сүтті бағыттағы тұқымдар кездеспейді. Дәстүрлі бау-бақша тәсілмен алма көшеттерін отырғызу кезінде арасындағы қашықтық қанша болуы керек? Кемінде 2-3 метр. Бұқашықтарды өткізу тәсілдеріне не жатпайды? Сүт қабылдау пункттеріне тірі салмақпен сату. Бұқашықтар өткізу жатпайды, Тексеріп көрейік. 20 сұрақтың 20-сына дұрыс жауап бердік. Рахмет.